Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Жұмыстан келдім и комментарий ақтардым. Өтірік айтпай ақ қояйын, мен коммент оқымаймын деп. Мен коммент оқимын. И сказать, что я офигела, это ничего не сказать. Девушки унижают девушек, весты подчеркивают, они думают, что они на это имеют право, при том, что олардың беттері, простите меня, аваға әрен сүйіп тұр. И явно қолдар көттеріне әрен жететін қатындар ананы жазып отырған, потому что девушка с нормальной самооценкой никогда не будет обсирать другую девушку за внешность, тем более. Если бір фактически мынауың дұрыс емес деген әңгіме болса, ол нәрсеге нормально қарауға болады. Но мына жерде ешқандай бір құндылығы жоқ, просто сенің внешкаңа тиісуіме құқым бар деп ойлайтын адамдар, при том, что у меня с внешностью и с уверенностью все в порядке, солай жазады. Ну енді за нами остается только вас пожалеть. Вы уже там, где вы должны быть, деп айтайыншы. Вот. И негізі бүгінгі эфир жайында айтайын. Көбі дұрыс түсінбей жатыр. Ол жерде керісінше ер азаматтар айтты, например, сенің мысың төмен, кез келген қыз баласына, егер сенің жанында отырған ер азамат мысы төмен деп айтылса, ол ауыр тиеді, как будто сен бір мужик сияқты сезініп кетесің өзіңді. И во-вторых, басқа ер азамат егер де сенің қызына тисе, ол ер азамат действительно өз қызын қорғау керек. И вы можете хоть кричать, хоть об стенку биться, но өз қызын қорғай алмайтын еркек в любом случае адамға бір жағымсыз ой қалдырады. Сол нәрсе айтылды, ол жерде одан артық тәрбиеге байланысты, басқа нәрселерге еш нәрсе айтылған жоқ, но при этом некоторые девушки, псевдодевушки, у которых не имеют солидарности, решили вот так вот. И мен біреуге пікір айтпастан бұрын өзімді обязательно сол адам орнына қоямын. Сіз де сіздің ұрпағыңызға егер де ер азаматы хотя бір ауыз сөз айтпайтын болса, сізді ренжитін едіңіз. Сондықтан болашағыңызды ойлаңыз, өзіңіз болмаса да хотя бы. Вот. И мен айтайын дегенім, никогда не было нормы, когда ер азамат қыз баласына мен саған сыртта көрсетемін деген сияқты әңгіме. Мен нормаға сана алмаймын. Егер ол сізге норма болатын болса, сіз сондай нәрсемен өмір сүре беріңіз ары қарайда. Ал негізі бұлай ашылып сөйлесіп үйтпейтінмін халыққа дашы. Осы ойландым да, негізі осылай ашылып сөйлесіп тұрғанымда дұрыс шығар, себебі ойды жеткізіп, себебі осылай тілдесу арқылы мен де ашыламын, мүмкін сіз де менің сөзімді түсінесіз. Сол арқылы бізде бір связь болады деп ойладым. Сондықтан осылай шығып отыруды ұйғардым. Және де сол, в общем, короче.